Мынау енді сиырдың шегінің ішіне жылқының етін салдық. Міне қаншама майы шыққан. Мә, керемет. Тамаша. Керемет топты. Керемет пе? Шұжық. Жаңа шұжық. Жүмсақ. Керемет. Ұсталған ет сияқты тамаша болды. Бұның бәрін біз неге пешке пісірдік. Шегі деген керемет жұмсақ болған. Мынау енді тұтас не қылғандарымыз. Керемет. Бұл да кәдімгі сосиска сияқты. Шұжықтың бір жіңішкелері болды, сол сияқты. Колбаса. Мынау тіпті үлкен несі. Үлкен жуан жияғы. Сиырдың былайша қарағанда тоқшек қой. Тоқшек демейді, бұны қима дейді. Шекті де осылай бір тағам қып істеуге болады екен. Біз енді құры не қылмайық деп, ішіне ет салдық. Осылай істеуге болады. Любой тамақты істеуге болады. Рахмет қарағандарыңызға. Біздің каналға жазылыңыздар.